Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Егер сіз бұл каналда бірінші рет болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Өйткені бұл жерде сіздер әрдайым ең қызықты, пайдалы және көңілді видеоларды көре аласыздар. Бүгінгі видео өте ерекше болады, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер осындай видеолар ұнаса, қазір өзінде лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бұл каналдың дамуына өте үлкен көмегін тигізеді. Бұл мейірім, әділет және тағдыр туралы әсерлі оқиға. Қарапайым медбике Мария өлім аузында жатқан бейтаныс адамды құтқарып қалады. Бірақ сол әрекеті үшін ол жұмысынан айырылып, өмірі қиын жағдайға түседі. Бірнеше күннен кейін ол құтқарған адамның кім екенін біледі. Осы оқиға бір адамның тағдырын ғана емес, бүкіл қаланың әділетін өзгерте алады. Ал енді уақытты жоғалтпай, бүгінгі қызықты видеоны бірге бастайық. Достар, бағана айтқанымдай каналға тіркеліп, және қоңырау белгісін басып қойыңыздар, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Басқа видеоларда көріскенше сау болыңыздар. Қаңтардың желі аурухананың ескі терезелерін сықырлатып тұрды. Дәліздегі шамдар әлсіз жыпылықтап, қабырғаларға сарғыш көлеңке түсіріп тұр. Егер сен қазір мына қаңғыбасты ұстасаң, мен сені көшеге қасқыр билетімен қуып шығамын. Бас дәрігер Сәбиттің дауысы дәлізде жаңғырып кетті. Медбике Мәрия орнынан қозғалған жоқ. Ол алдында жатқан ес-түссіз ер адамға қарап тұрды. Басы қанға боялған. Демі әлсіз. Құжаттары жоқ, деді Сәбит салқын үнмен. Демек, жауапкершілікте жоқ. Полиция шақыр. Ол тірі, деді Мәрия жай ғана. Маған бәрібір. Мәрияның ішінде бір нәрсе қатты қысылып тұрғандай болды. Ол анасының жүзін елестетті. Үйдегі кішкентай пәтерді, ескі кітаптарды, дәрілерді және 3 мыжылған 10 рубльді. Бірақ дәл сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Егер қазір ол көмектеспесе, бұл адам өледі. Мәрия сөреден медициналық қорапты алды. Мен көмектесемін. Егер бір дәріні рұқсатсыз алсаң, жұмыстан кетесің, деді Сәбит. Мәрия ештеңе айтпады. Ол жараны тазалай бастады. Қан суық жарықта қара болып көрінді. Ер адамның демі бірде баяулап, бірде тоқтап қалатындай болды. Тыныс алу әлсіреп барады, деді ол сыбырлап. Осы кезде дәлізден бір адам жүгіріп келді. Бұл аурухананың фельдшері Нұрлан еді. Не болды? Бас жарақаты. Гипотермия. Нұрлан бір секунд ойланып тұрды. Сосын күрсінді. Жарайды, мен саған көмектесемін. Екеуі бірнеше сағат бойы жұмыс істеді. Таң атқанда ер адамның демі бір қалыпты бола бастады. Ол тірі қалды. Сол күні кешке Мәрия үйіне қайтты. Қала қараңғы. Көшеде қар сықырлап жатыр. Пәтердің есігін ашқанда таныс иіс қарсы алды, карвалол мен ескі кітап иісі. Мәрия, сен бе? Деді әлсіз дауыс. Менмін, мама. Әлия апай креслода отыр екен. Тізесінде ашық кітап жатыр. Бүгін біз Пушкин оқып отырмыз, деді ол жай ғана. Мәрия оның қолын ұстап отырды.
Анасының алақаны жылы еді. Бірақ көздері шаршаған. Сен тағы кеш келдің, деді анасы. Жұмыс көп болды. Мәрия шындықты айтпады. Себебі анасы уайымдайтын еді. Біраз уақыттан кейін анасы қайтадан кітапқа үңілді. Адамның жүрегінде жарық болмаса, әлемде де жарық болмайды, деп сыбырлады ол. Мәрия үндемеді. Ол бүгін бір адамның өмірін құтқарғанын ойлады. Бірақ ертең өз өмірі қалай болатынын білмейтін. Сол уақытта қаладан 40 шақырым жерде бір адам көзін ашты. Әлихан Демидов. Ол төбеге қарап жатты. Ақ төбе, суық жарық, басы қатты ауырып тұр. Ол бір нәрсені есіне түсірді. Боран, жүк көлігі, соққы, жол, сосын қараңғылық. Дәрігер жақындап келді. Сізді бір медбике құтқарды, деді ол. Оның аты кім? Мәрия. Әлихан үнсіз қалды. Ол бай адам еді. Өте бай. Бірақ сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Оның өмірін ақшасы емес, бір бейтаныс әйелдің жүрегі құтқарды. Келесі күні полиция бөлімінде тергеуші Самат қағаздарды қарап отырды. Шабуыл кездейсоқ емес, деді ол әріптесіне. Неге? Әлихан Демидов үлкен зауыттың иесі. Мұндай адамдарды жай тонамайды. Самат үстелдегі суреттерге қарады. Бұл жерде біреу бар. Кім? Самат баяу жауап берді. Әлі білмеймін. Бірақ табамын. Бір аптадан кейін Мәрия зауыт асханасында еден жуып жүрді. Кенет біреу оның атын айтты. Мәрия. Ол бұрылды. Алдында Әлихан Демидов тұрды. Тірі. Оның көзінде бұрын болмаған жұмсақтық бар еді. Сіз, деді Мәрия таңданып. Иә, мен тірімін. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын Әлихан жай ғана айтты. Сіз менің өмірімді құтқардыңыз. Ал мен енді сіздің өміріңізді өзгертуге көмектескім келеді. Мәрия басын шайқады. Мен тек өз жұмысымды істедім. Әлихан күлімсіреді. Жоқ, сіз одан да үлкен нәрсе жасадыңыз. Көктем әлі алыс еді. Қала әлі де қысқы шаршаңқылықтың ішінде өмір сүріп жатқан. Зауыттың алып цехында темір баликтердің тарсылы жаңғырып тұрды. Ауада күйген майдың иісі ауыр тұман сияқты ілініп қалған. Әлихан баяу жүріп келе жатты. Бұрын ол бұл жерге сирек келетін. Барлық шешімді кабинетінде қабылдайтын. Бірақ соңғы аптада ол күн сайын цехтарда аралап жүрді. Жұмысшылар алғашында таңырқап қарады. Бір күні Такар Иманбек батылдық жинап, Әлихан мырза, бір сұрақ қойсам бола ма? Деді. Әрине. Бұрын сіз бізбен сөйлеспейтін едіңіз. Не өзгерді? Әлихан біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана айтты. Бір адам маған өмірдің бағасын еске салды. Иманбек түсінгендей бас изеді. Зауыттың әкімшілік ғимаратында басқа әңгіме жүріп жатқан. Қаржы директоры Залиский терезе алдында тұрды. Оның көзінде суық есеп бар еді.
Демидов өзгеріп барат, деді ол телефонына. Қарсы жақта біреу жауап берді. Бұл жақсы емес пе? Залиский күліп жіберді. Жоқ, өте жаман. Неге? Себебі ол тым көп сұрақ қоя бастады. Телефондағы дауыс қысқа жауап берді. Онда біз тезірек әрекет етуіміз керек. Залиский телефонды қойып, үстелдегі папканы ашты. Ішінде құжаттар жатыр. Жалған келісім шарттар. Жасырын ақша аударымдары. Егер Демидов бәрін білсе, Залиский түрмеге түседі. Жоқ, деді ол өзіне. Мен бұған жол бермеймін. Сол күні кешке зауыт асханасында Мәрия еден жуып жүрді. Қолы шаршаған, арқасы ауырып тұр. Нұрлан жақындап келді. Сен бұрын мұндай жұмыс істемегенсің ғой, деді ол. Үйреніп кеттім. Нұрлан басын шайқады. Сен ауруханада жақсы медбике болғансың. Болғанмын, деді Мәрия жай ғана. Әлі де солайсың. Мәрия күлімсіреді. Сол кезде есік ашылды. Ішке Әлихан кірді. Жұмысшылар үнсіз қалды. Ол тікелей Мәрияға қарай жүрді. Сәлем. Сәлем. Мен сізбен сөйлессем деп едім. Нұрлан жағдайды түсініп шетке кетті. Әлихан үстелдің жанында тоқтады. Сізге жұмыс табуға көмектесейін. Мәрия басын шайқады. Маған қайырымдылық керек емес. Бұл қайырымдылық емес. Онда не? Әлихан біраз ойланып, қарызымды өтеу. Мәрия тыныш жауап берді. Кейбір қарызда ақша жаба алмайды. Бұл сөздер Әлиханды ойландырып тастады. Сол уақытта полиция бөлімінде Самат жаңа ақпарат алды. Біз шабуыл болған жерді тексердік, деді көмекшісі. Не таптыңдар? Бір қызық нәрсе. Самат суреттерге қарады. Әлиханның көлігінің аккумуляторы әдейі ажыратылған. Самат көзін тарылтты. Демек, бұл кездейсоқ шабуыл емес. Иә. Самат орындықтан тұрды. Біреу Демидовты өлтіргісі келген. Ол терезеге қарап тұрды. Ал мен сол адамды табамын. Кешке Мәрия үйіне қайтты. Әлия апай терезе алдында отыр екен. Бүгін сенің көңілің басқа сияқты, деді ол. Неге олай ойладыңыз? Мен сенің анаңмын ғой. Мәрия күлімсіреді. Бүгін мені құтқарған адамды қайта көрдім. Қалай адам? Бай, қатты адам. Бірақ оның ішінде бір жара бар сияқты. Әлия апай ойланып қалды. Кейде жараланған адамдар ғана шын өзгеруге қабілетті болады. Мәрия үнсіз қалды. Терезеден қар баяу жауып тұр. Ал қала үстінде жаңа оқиғалардың көлеңкесі пайда бола бастады. Зауыттың әкімшілік ғимараты түнде бос болатын. Ұзын дәліздерде тек күзетшінің аяқ дыбысы ғана естілетін. Залиский кабинетінде жалғыз отырды. Үстел үстінде бір папка жатыр. Оның ішінде жалған келісім шарттар, ақша аударымдары, жасырын есептер. Егер Әлихан бұл құжаттарды көрсе, бәрі бітеді. Ол телефонды көтерді. Ертең кешке бәрі дайын болсын, деді ол баяу. Бұл жолы қателік болмауы керек.
Телефондағы дауыс қысқа жауап берді. Түсінікті. Залиский терезеден қараңғы цехтарға қарады. Кешіріңіз, Демидов, деп сыбырлады ол. Бірақ бұл жерде тек бір адам ғана билік жүргізе алады. Келесі күні кешке Әлихан зауыттан кеш шықты. Қалада қар қайтадан жауа бастады. Ол көлігінің есігін ашқанда кенет бір дыбыс естіді. Демидов. Әлихан бұрылып үлгергенше екі адам көлеңкеден шыға келді. Біреуінің қолында темір таяқ бар. Соққы өте жылдам болды. Әлихан шегініп үлгерді. Осы кезде арт жағынан біреу айқайлады. Тоқта! Бұл Арсен еді. Жас жұмысшы ауысымнан шығып келе жатқан. Қылмыскерлер қашып кетті. Арсен Әлиханға қарап: Жақсысыз ба? Әлихан басын шайқады. Иә, бірақ бұл кездейсоқ емес. Ол алғаш рет шын қауіптің бар екенін түсінді. Полиция бөлімінде Самат жаңа ақпарат алды. Біз телефон жазбаларын тексердік, деді әріптесі. Не таптыңдар? Шабуыл болған күні бір қызық қоңырау болған. Самат қағазды алды. Онда бір фамилия жазылған. Залиский. Самат орындықтан баяу тұрды. Қызық, өте қызық. Сол кеште Мәрия ауруханадан шыққанда есік алдында қара көлік тұрғанын көрді. Әлихан көліктің жанында тұр екен. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Деді Мәрия. Сізбен сөйлескім келді. Олар көшеде қатар жүре бастады. Қар ақырын жауып тұр. Бүгін маған тағы шабуыл жасалды, деді Әлихан. Мәрия тоқтап қалды. Не? Біреу мені өлтіргісі келеді. Бір сәт үнсіздік орнады. Сіз сақ болуыңыз керек, деді Мәрия. Әлихан оған қарап: Сіз мен үшін уайымдап тұрсыз ба? Мәрия көзін бұрып әкетті. Мен адамдар үшін уайымдаймын. Әлихан күлімсіреді. Бірақ мен жай ғана адам емеспін ғой. Мәрия да күлімсіреді. Бәлкім қазір солай бола бастаған шығарсыз. Келесі күні Самат зауытқа келді. Ол Әлиханмен жеке сөйлесуді сұрады. Сізге ашық айтуым керек, деді тергеуші. Сізге жасалған шабуылдар кездейсоқ емес. Мен де солай ойлай бастадым. Самат папканы ашты. Біздің күдікті сіздің қаржы директорыңыз. Залиский ме? Иә. Әлихан үнсіз қалды. Бірнеше жыл бойы ол осы адамға сеніп келген. Дәлелдер бар ма? Самат басын изеді. Бар, бірақ біз оны әрекет үстінде ұстауымыз керек. Әлихан терезеге қарады. Цехтағы адамдар жұмыс істеп жүр. Жарайды, деді ол ақырында. Оны тоқтатайық. Сол кеште Мәрия үйіне қайтты. Әлия апай кітап оқып отыр екен. Бүгін қалада бір түрлі тыныштық бар, деді ол. Неге? Мен оны сеземін. Мәрия терезеден сыртқа қарады. Қала қараңғы. Бірақ оның жүрегінде бір түсініксіз алаңдаушылық пайда болды. Өйткені ол бір нәрсені анық білетін. Нағыз дауыл әлі басталған жоқ еді. Зауыттағы кешкі ауысым басталған. Алып цехта темір валиктердің тарсылы, бұл машиналарының гүрілі бір сәтке де тоқтамайды. Қызған болаттың қызғылт жарығы қараңғы төбеге шағылысып тұр. Арсен басқару пультінің жанында тұрды.
Кенет ол бір түрлі нәрсені байқады. Үшінші желінің қысым көрсеткіші баяу көтеріле бастаған. Бұл не болды? Бұл не болды? Деп күбірледі ол. Қысым тағы көтерілді. Арсен бірден телефонды көтерді. Бас инженерге хабарласыңдар. Қысым өсіп барады. Сол кезде есік ашылып, Әлихан кірді. Не болды? Қазандықтағы қысым қауіпті деңгейге жақындап қалды. Әлихан бірден түсінді. Бұл кездейсоқ емес. Барлық жүйені тоқтат. Бірақ Арсен басын шайқады. Кеш. Дәл сол сәтте цехтың екінші жағынан жарылысқа ұқсас қатты дыбыс естілді. Темір құбырлар дірілдеп кетті. Әкімшілік ғимаратында Залиский сағатына қарап отырды. Қазір, деді ол өзіне. Телефон шыр етті. Бәрі дайын, деді біреу. Залиский күлімсіреді. Өте жақсы. Оның жоспары қарапайым еді. Қазандықтағы қысымды көтеріп, апат ұйымдастыру. Содан кейін бәрін техникалық ақауға жабу. Ал Демидов, қайғылы жағдайда қаза тапқан директор. Ол терезеден қараңғы цехқа қарады. Кешіріңіз, Демидов, деді ол. Бұл тек бизнес. Цехта жағдай ушығып бара жатты. Бұл құбырларынан ысқырық шықты. Егер қысым тағы көтерілсе, қазандық жарылады, деді инженер. Әлихан тез шешім қабылдады. Мен клапанды қолмен жабамын. Бұл қауіпті, деді Арсен. Басқа амал жоқ. Ол баспалдақпен жоғары көтерілді. Қазандық алаңында бу мен ыстық ауа араласып жатыр. Темір тұтқаны бұрау үшін бар күш керек. Әлихан тістерін қысып тұтқаны бұрады. 1 сантиметр. Тағы бір. Бұл оның бетін күйдіріп өтті. Ақыры клапан жабылды. Қысым баяу төмендей бастады. Цехта біртіндеп тыныштық орнады. Сол уақытта полиция ғимаратқа кірді. Самат тікелей Залискийдің кабинетіне барды. Есік ашылды. Қайырлы кеш, деді Самат. Залиский селк етті. Бұл не? Бізде бірнеше сұрақ бар. Самат үстелге папканы қойды. Жалған келісім шарттар, ақша аударымдары және зауыттағы саботаж. Залискийдің жүзі бозарып кетті. Бұл жалған. Самат тыныш жауап берді. Жоқ, бұл сіздің қолтаңбаңыз. Сол сәтте күзетшілер ішке кірді. Залиский креслоға отырып қалды. Ойын аяқталды. Таңертең қала үстінде бозғылт жарық пайда болды. Зауыттағы жұмысшылар бір-біріне кешегі оқиғаны айтып жүр. Арсен Әлиханға қарап, сіз өміріңізді қатерге тіктіңіз. Әлихан басын шайқады. Бұл зауыт тек менікі емес. Бұл барлық адамның еңбегі. Арсен күлімсіреді. Енді біз сізге сенеміз. Сол кеште Мәрия ауруханадан шықты. Қар еріп жатыр. Ауада көктем иісі бар. Аурухана алдында таныс көлік тұр. Әлихан күтіп отыр екен. Мен бәрін естідім, деді Мәрия. Сен қорықтың ба? Иә. Әлихан үнсіз қалды. Мен бір нәрсені түсіндім, деді ол ақырында. Не? Байлық адамды құтқармайды. Ал не құтқарады?
Әлихан оған қарап: басқа адамдар? Мәрия баяу күлімсіреді. Олар қар еріп жатқан көшеде қатар жүріп кетті. Ал қала үстінде ұзақ қыстан кейін алғашқы жылы жел соға бастады. Жаңа өмір басталып келе жатты. Қалада көктем басталып келе жатты. Қар еріп көшелерде лай су ағып жатты. Зауыттағы жұмыс қайта жандана бастады. Әлихан күн сайын ерте келетін болды. Бір кезде ол үлкен кабинетте жалғыз отырып шешім қабылдайтын. Ал қазір ол цехтарды аралап жұмысшылармен сөйлесіп жүретін. Сол күні таңертең Арсен жүгіріп келді. Әлихан мырза, не болды? Біреу сізді іздеп келді. Кім? Білмеймін, бірақ ол полиция емес. Кабинетте қара пальто киген бейтаныс адам отыр екен. Ол баяу орнынан тұрды. Сәлеметсіз бе, Әлихан Демидов? Сіз кімсіз? Менің атым Руслан. Әлихан оны бірден танымады. Бірақ келесі сөз бәрін өзгертті. Мен Залескийдің серіктесі едім. Кабинетте үнсіздік орнады. Уайымдамаңыз, деді Руслан, мен сізге зиян келтіруге келген жоқпын. Онда неге келдіңіз? Руслан терезеге қарап: себебі сізді өлтіргісі келетін адамдар әлі де бар. Сол күні Самат тағы да жаңа ақпарат алды. Залеский қамауда отыр. Бірақ оның банктегі есептерін тексергенде бір нәрсе анықталды. Ақша тек бір адамға аударылып отырған. Бір үлкен компанияға. Самат қағазды қайта қарап шықты. Компанияның иесінің аты Руслан Коваль. Самат ойланып қалды. Демек ойын әлі бітпеген. Руслан креслода жайбарақат отырды. Сіз не қалайсыз? Деді Әлихан. Мен сізге шындықты айтқым келеді. Қандай шындық? Руслан жай ғана жауап берді. Залеский тек орындаушы болды. Ал кім ұйымдастырды? Руслан күлімсіреді. Сіз ойлағаннан да үлкен адамдар. Әлихан қабағын түйді. Неге маған айтып отырсыз? Руслан иығын көтерді. Себебі ойын өзгеріп жатыр. Қалай? Алдағы уақытта сіздің зауытты тартып алуға тырысады. Кім? Руслан баяу айтты. Мәскеудегі инвесторлар. Сол кеште Мәрия ауруханадан шыққанда ол бір түрлі нәрсені байқады. Аурухана алдында белгісіз көлік тұр. Ішінде 2 адам отыр. Олар Мәрияға қарап тұр. Мәрия жүрісін тездетті. Осы кезде көлік қозғалды. Баяу. Оны аңдып келе жатқандай. Мәрия жүрегі қатты соға бастады. Кенет арт жағынан таныс дауыс естілді. Мәрия. Бұл Әлихан еді. Көлік бірден бұрылып кетіп қалды. Не болды? Деді ол. Мәрия тынысын әрең қалыпқа келтірді. Меніңше біреу мені бақылап жүр. Әлиханның жүзі бірден өзгерді. Демек олар әрекет ете бастады. Келесі күні таңертең Самат зауытқа келді. Бізде проблема бар, деді ол. Қандай? Сізге ғана емес. Онда кімге? Самат жауап берді.
Мәрияға. Әлихан селк етті. Неге? Себебі сіздің әлсіз жеріңіз сол. Кабинетте ауыр тыныштық орнады. Әлихан баяу айтты. Бұл жолы олар қателесті. Неге? Себебі мен енді жалғыз емеспін. Кешкі қала әдеттегідей суық әрі дымқыл болатын. Көктем басталғанымен көшелерде еріген қар мен лай иісі араласып тұрды. Мәрия ауруханадан шыққанда оның жүрегі біртүрлі мазасызданды. Себебі сол көлік тағы да сол жерде тұр еді. Қара терезелері қараңғыланған. Ішіндегі адамдар көрінбейді. Мәрия жүрісін жылдамдатты. Көлік қозғалды. Жай ғана. Бірақ оның артынан келе жатты. Жүрегі қатты соға бастады. Осы кезде артынан біреу қолынан ұстап тоқтатты. Мәрия. Бұл Әлихан еді. Ол дәл уақытында келген. Қара көлік бірден бұрылып қараңғы көшеге сіңіп кетті. Әлихан оның жүзіне қарап, олар сені бақылап жүр деді. Неге? Әлихан ауыр тыныс алды. Себебі сен менің әлсіз жерімсің. Сол түні Самат кабинетінде отырды. Үстелде карталар, фотосуреттер және телефон жазбалары жатыр. Ол бәрін қайта қарап шықты. Барлық іс бір жерге апарады. Бір компанияға. Северинвест. Бұл компанияның артында үлкен қаржы тобы тұр. Олардың мақсаты қарапайым. Зауытты арзанға сатып алу. Ал оған ең үлкен кедергі Әлихан Демидов. Самат терезеге қарап тұрып айтты. Демек олар алдымен оны қорқытады. Егер ол берілмесе, ол сөзін аяқтамады. Бірнеше күн тыныш өтті. Бірақ бұл тек дауыл алдындағы тыныштық еді. Бір түнде Мәрия үйіне кеш қайтты. Көшеде адамдар аз. Жел қатты соғып тұр. Ол подъезге жақындағанда артынан аяқ дыбысы естілді. Мәрия бұрылды. Екі адам жақындап келе жатыр. Олардың жүздері қараңғыда анық көрінбейді. Кеш жарық деді біреуі суық үнмен. Мәрия артқа шегінді. Сіздерге не керек? Біз тек сөйлескіміз келеді. Олардың біреуі қолынан ұстап алды. Мәрия айқайлап жіберді. Сол сәтте қара көлік тоқтады. Есігі тарс ашылды. Қолдарыңды тарт. Бұл Әлихан еді. Оның артынан тағы бір адам шықты. Самат. Қылмыскерлер бір сәт абдырап қалды. Сосын қашуға тырысты. Самат біреуін ұстап үлгерді. Екіншісі қараңғылыққа сіңіп кетті. Полиция бөлімінде ұсталған адам ұзақ үнсіз отырды. Самат үстелге суреттерді қойды. Сені кім жіберді? Үнсіздік. Егер айтпасаң, бәрібір табамыз. Ақыры ер адам ауыр күрсінді. Біз тек бұйрық орындадық. Кімнің? Ол баяу айтты. Северинвест. Самат Әлиханға қарады. Көрдің бе? Әлихан басын изеді. Ойын басталды. Сол түні Мәрия үйіне қайтқанда қолдары әлі дірілдеп тұрды.
Әлия апай терезе алдында отыр екен. «Бір нәрсе болды ма?» деп сұрады ол. Мәрия анасының қасына отырды. «Иә, бірақ бәрі жақсы». Әлия апай оның қолын ұстап, «Қорықпа қызым». «Неге?» «Өйткені сен жалғыз емессің». Мәрия терезеден сыртқа қарады. Көшеде шамдар жанып тұр. Ал бір жерде, қараңғыда, жаңа қауіп әлі де күтіп тұрғанын ол сезді. Келесі күні таңертең Самат зауытқа келді. «Бізде жаман жаңалық бар», деді ол. «Не болды?» деді Әлихан. Северинвест ресми түрде зауытты сатып алуға өтініш берді. Ал егер мен бас тартсам? Самат ауыр жауап берді. Онда олар басқа жол табады. Әлихан терезеден цехқа қарап тұрды. Жұмысшылар жұмыс істеп жүр. Бұл зауыт тек бизнес емес. Бұл адамдардың өмірі. Онда күресеміз, деді ол. Самат күлімсіреді. Мен де соған үміттенген едім. Қала үстінде ауыр бұлттар жиналған. Самат полиция бөлімінде жаңа ақпарат алды. Біз олардың жоспарын білдік, деді ол. Қандай жоспар? Деді Әлихан. Олар бүгін түнде зауытта апат ұйымдастырмақ. Қалай? Газ қоймасын жарып жібермек. Кабинетте ауыр үнсіздік орнады. Егер ол жарылса, деді Самат, жарты зауыт жойылады. Ал адамдар ше? Көп адам қаза болуы мүмкін. Әлихан бір секундта ойланбады. Біз оларды тоқтатамыз. Түн. Зауыттың аумағы қараңғы. Жел қатты соғып тұр. Күзетшілер тек сыртқы қақпада ғана. Саматтың командасы жасырын түрде аумаққа кірді. Барлығы дайын ба? Деді ол рацияға. Дайын. Сол кезде көлеңкеден 3 адам шықты. Олар газ қоймасына қарай бет алды. Қолдарында құралдар бар. Олар келді, деді Самат сыбырлап. Қылмыскерлер есікті ашып үлгергенде кенет прожекторлар жанып кетті. Полиция. Қолдарыңды көтеріңдер. Бір сәт тыныштық орнады. Бірақ олардың бірі тапанша шығарды. Оқ атылды. Самат жерге еңкейіп үлгерді. Полиция бірден жауап берді. Бірнеше секундқа созылған қақтығыстан кейін қылмыскерлер ұсталды. Бірақ олардың бірі қашып кетті. Сол уақытта зауыттың артқы жағында тағы бір адам жүреді. Бұл операцияның нағыз ұйымдастырушысы. Ол қоймаға кіріп, жарылғышты іске қосты. Таймер. 2 минут. Әлихан сол жерге бірінші болып жетті. Тоқта. Ер адам күліп жіберді. Кеш. Ол қашып кетті. Әлихан таймерге қарады. 1 минут 30 секунд. Самат жүгіріп келді. Біз үлгермейміз. Әлихан құралдарды қарап шықты. Жоқ, мүмкін бар. Ол сымды кесуге тырысты. Таймер. 30 секунд. Самат айқайлады. Әлихан кет. Жоқ. Соңғы секундтарда ол қызыл сымды кесті. Таймер тоқтады. Тыныштық орнады.
таң ата бастады. Зауыт аман қалды. Полиция қалған қылмыскерлерді де ұстап алды. Северинвесттің басшылары қамауға алынды. Самат Әлиханға қарап: бәрі бітті. Әлихан терең тыныс алды. Иә, енді ғана басталды. Бірнеше ай өтті. Қала өзгеріп бара жатты. Зауыт толық жұмыс істеп тұр. Жұмысшылардың жағдайы жақсарды. Аурухана жаңартылды. Мәрия қайтадан медбике болып жұмыс істейді. Бір кеште ол ауруханадан шыққанда сыртта таныс көлікті көрді. Әлихан күтіп тұр екен. Қайырлы кеш, деді ол. Қайырлы кеш. Олар баяу жүріп кетті. Қалада көктем толық орнаған. Ауа жылы. Мен бір нәрсе айтқым келеді, деді Әлихан. Мәрия күлімсіреді. Айтыңыз. Әлихан біраз үнсіз тұрды. Мен бұрын бәрін ақша шешеді деп ойлайтынмын. Ал қазір мен бір нәрсені түсіндім. Нені? Адамды құтқаратын нәрсе басқа адамның жүрегі. Мәрия оның қолынан ұстады. Көшеде жылы жел соғып тұр. Ұзақ ауыр қыстан кейін қалаға ақыры жарықтан келген еді. Құрметті достар, Мәрия мен Әлиханның ең қиын, ең қараңғы кезеңдердің өзінде адамгершілігін жоғалтпай сақтап қалғаны туралы бұл оқиға сіздердің жүректеріңізге әсер етті ме? Өз ойларыңыз бен әсерлеріңізді пікірлерде бөліссеңіздер, біз үшін өте маңызды болар еді. Егер бұл әңгіме сіздің жүрегіңізден орын тапса, бейнеге лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сонда адам рухының күші, мейірім мен шынайылық туралы жаңа әсерлі тағылымды оқиғаларды жіберіп алмайсыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте қымбат.